Сәлем баршаңызға, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай ерекше, дәмді, нәзік болып шығатын печеньені бірге жасайтын боламыз. Бұл печеньенің аты ракушка деп аталады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге ең алдымен електен өткізілген ұн, жұмыртқаның сары уызы, қаймақ, содан соң қатты сары май, ванилин және қобыз керек болады. Ең алдымен ұнымыздың үстіне қатты сары майымызды саламыз да, қолымыздың көмегімен жақсылап тұрып езіп алатын боламыз. Бізде ұн мен сары май толықтай еріп, бізде ұнтақ шығуы керек. Тура осы процесті өте тез жасаңыздар, өйткені сары майымыз еріп кетпеуі керек. Міне осындай біркелкі ұнтақ шығуы керек. Енді оның үстіне ванилинді, қобыз салып, жақсылап тұрып бір араластырып жібереміз. Енді осы массаның үстіне жұмыртқаның 3 сары уызын саламыз. Содан соң үстіне қаймақты салып, қамыр илеуге кірісетін боламыз. Бұл жерде өзімізге ыңғайлы болу үшін осындай күрекшінің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Және бұл жерде қолмен елеп ұзақ қажет емес, өйткені жаңағы айтқандай сары майымыз еріп кетіп, қамырымыздың консистенциясы бұзылып кетуі мүмкін. Бізге бар болғаны қамырдың басы біріксе, сол да жеткілікті болады. Міне бізде осындай жұмсақ, қолға жағымды, әдемі қамыр пайда болады. Енді бұл қамырларымызды бөлшектерге бөліп шығатын боламыз. Мен бұл жерде таразымен өлшеп салдым. Міндетті түрде таразының көмегімен өлшеңіздер, сол кезде печеньелеріңіз бірдей болады. Мен бұл жерде әрқайсысын 30 граммнан өлшеп алдым. Міне өлшеп алғаннан соң барлығын осылай дөңгелектеп бір тәрелкеге осылай жинап қоямыз. Сол кезде бізге ыңғайлы болады. Міне осылай тәрелкеге осылай теріп қойып шықтық. Енді бетін жауып, тоңазытқышқа жарты сағатқа немесе 1 сағатқа жібереміз. Енді печеньеміздің салмасын дайындайық. Ол үшін бізге осындай грек жаңғағы керек. Оны осындай бөліктерге бөліп аламыз. Содан соң қант және жұмыртқаның ақуызы керек болады. Ең алдымен құрғақ, таза ыдысымызға жұмыртқаның ақуызын салып, миксердің көмегімен аз жылдамдығынан жоғары жылдамдығына көтере отырып және қантты сала отырып, жақсылап тұрып миксермен араластыратын боламыз. Біздің ақуызымыз міндетті түрде осындай аппақ болып көпіруі керек, және ыдысымызды төңкеріп қарағанда ол ағып кетпеуі керек, өзінің формасын ұстап тұруы керек. Енді печеньемізді жасауға кірісеміз. Ең алдымен жаңағы тоңазытқышқа қойып қойған қамырды аламыз да, енді осының әрқайсысын әдемілеп тұрып оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Оны жайғанда қатты жұқа емес, немесе қатты қалың емес, әдемі етіп және дөңгелек етіп жаятын боламыз. Міне қамырымызды осылай жайып алдық. Енді салмасын саламыз. Жаңағы жұмыртқаның ақуызынан 1 шай қасық саламыз. Осылай видеодағыдай шетіне саламыз. Және 1 шай қасық жаңғақтан оның үстіне саламыз да, тура видеодағыдай етіп әдемілеп түйіп шығатын боламыз. Міндетті түрде қаттырақ жабыстырыңыздар қамырды беттестіргенде, өйткені қазір ішіндегі салмасы піскен кезде шығып кетуі мүмкін. Сол үшін әдемілеп тұрып бір-біріне жабыстырамыз. Міне осымен біздің печеньелеріміз осылай әп-әдемі болып шығады. Барлығын тура осылай әп-әдемі етіп жасап шығамыз. Өте оңай, барлығын видеодан қарап үйреніп алыңыздар. Және печеньемізді міндетті түрде қызып тұрған пеште 180 градуста 25 немесе 30 минуттай пісіріп аламыз. Міне осымен печеньелеріміз осылай әп-әдемі болып шығады. Әсемдік үшін бетіне қант ұнтағын осылай әдемілеп сеуіп жібереміз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Осындай түрі әдемі әрі өте ерекше, дәмді болып шығатын печенье дайын болады. Міндетті түрде сіздер де жасап, дәмін көріп, күштетіп шай ішіп алыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік, сіздермен бірге болған Раушан.